Адамның күні бар ма сыналмаған, бақ тайса мал менен бас құралмаған. Күніне 90 түрлі көрсең пәле, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Адамның білімі аз болса да, оны мына 4 нәрсе жоғары көтереді: ұстамдылық, қарапайымдылық, жомарттық және көркеп мінез. Ұлылық пен тәкаппарлықты шатастырып алмаңыз. Ұлы екеніңді өзің емес, өзгелер сезінсін. Сол кезде ғана ұлы боласың. Өзің ғана сезінсең, тәкаппарның бірі боласың. Адамның ақиқаты. Адам өзі жасаған үлкен күнәларын қапқа тігіп жүреді. Өзгенің кішкентай күнәсін көрсе, қабырғаға іледі. Арқаңнан пышақ сұққанға ашуланба, оған сеніп арқаңды тосқан өзіңсің. Артыңнан сөз тасығанға да ренжіме, оған адам ретінде қараған өзіңсің. Адамдардың ең жақсысы жүрегі жаралы бола тұра, тілі түзу болғандар. Барлығы әлемді өзгертуді ойлайды, бірақ ешкім өзін өзгертуді ойламайды. Адамдарсыз адам бағы жанбайды, көңіл шіркін ықыласқа қанбайды. Жылы сөзді артығырақ айта бер, жаның содан жарланып қалмайды. Бір адам санасқысы кеп тұрады, бір адам таласқысы кеп тұрады. Әр адамда білсеңіз қызғаныш бар, барлығында ол іштен жеп тұрады. Бір адам сізді жаман деп жүреді, бір адам сізді жақсы деп жүреді. Адамдардың бәрі де бұл өмірде бір-бірлерін билегісі кеп жүреді. Бұл дүниеде бақытты болмасаң, келесі дүниеде де бақытты болмайсың. Бақыт ол иман нәсібі. Бір мақсатты көздеп үлкен жолға шыққанда, саған үрген кез келген итке тұра қап таяқ ата берсең, онда еш уақытта көздеген мақсатыңа жете алмайсың. Қойлар өмірлерін қасқырдан қорқумен өткізеді, бірақ соңында оларды жейтін шопан болады. Адам денесіне ота жасау үшін ұйықтату керек, ал рухына ота жасау үшін ояту керек. Дүниеге бір-ақ рет келеміз деп, дүние ләззатын көру үшін әртүрлі харамға белшесінен батып жүргендерге айтарым, ақыретке де 2 рет бармаймыз. Үйдің ауасы қаншалықты тар екенін сыртқа шыққанда ғана түсінесің. Кейбір адамдар да солай, олардан алыстаған кезде ғана саған қаншалықты зиян тигізгенін түсінесің. Сенім рух сияқты, шыққан денеге ешқашан қайта оралмайды. Өмірде әзілдесіп күлген жақсы, қуанышты бөлісіп жүрген жақсы. Келмейді қайта қайналып қайран өмір, қадірін әрбір күннің білген жақсы. Жұмағы бұл дүниенің жақсы қатын, шығарса ағайынға жақсы атын. Гүл жүзді, шырын сөзді, нәзік болса, түзетсе үй мүлкінің салтанатын. Дүниенің ол тозағы жаман қатын шығармас ердің атын. 12-де бір нұқсан келмеген соң, менің де көре алмайсың аз рахатын. Өмірге тіке қара, нендей жағдай болса да, сүрінсең де қайта тұр. Алдағы қадамың нық болсын, сені мәңгі сүрінсін деп жазбаған. Аллахыма бәрін тапсыр, пендеге емес. Адамның да ішінде адамы бар, ақылдысы, арлысы, наданы да бар. Жақсының да жастың да кәрінің де уақыттан алатын бір сабағы бар.